Баршаңызға сәлем. Бүгін біз шынайы оқиғаға негізделген «Жесір әйелдің ойыны» фильміне шолу жасайтын боламыз. Бастамас бұрын арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Жас жұп мотоциклдерін автотұраққа қояйын деп жатып, Артуро деген жігіттің өз көлігінде жауыздықпен өлтірілген денесін табады. Қылмыс орнына келген детектив ұрлықшылардың жасаған қылмысы емес екенін бірден түсінеді. Себебі жігітті бірнеше рет пышақтап, көліктің терезесін сындырғанымен ештеңе де ұрланбаған еді. Артуроның келіншегі Махиге осы қайғылы жағдайды детектив Ева жеткізеді. Өзі бір жыл бұрын ғана тұрмыс құрған келіншек өз құлағына өзі сене алмайды. Детектив келіншек өз-өзіне келгеннен кейін жауап беруге бөлімшеге келуін сұрайды. Бөлімшеде детектив Ева Артуроның өмірін бүге-шүгесіне дейін тексеру керек екенін айтады. Жауап беруге келген Махи телефоннан көз алмайды. Ол күйеуінің үйіне өңдеу жұмыстарын жүргізген адамдармен келіспегенін, сондай-ақ жиында бір қыздың оған көз салып жүргенін айтады. Детектив қыздың досы Сонямен де сөйлеседі. Ол Махиның күйеуімен жеке таныспағанын, дегенмен оның өте қызғаншақ екенін, Махиның әрбір басқан қадамын зерттеп, далаға шығуға да мүмкіндік бермейтінін айтады. Артуро өз туыстарына кеткенде, Махи мен Соня жасырынып түнгі клубтарға барып жүргенін, арасында жігіттермен танысып жақындасқандарын да жасырмайды. Осыдан 3-4 ай бұрын Махиның Даниэль деген жігітпен сөйлескенін де айтады. Сот медициналық экспертизасынан Артуроның 6 жерден пышақталғанын және мықты ер адамның әдейі оны өлтіруге барғандығы белгілі болады. Ешқандай да ұры емес еді. Детектив өңдеу жұмыстарын жүргізген адамдармен Даниэльді тауып жауап алу керек екенін Бернардаға айтады. Ол бастығынан Махи мен Даниэльдің телефондарын тыңдауға рұқсат сұрайды. Бірақ дәлелдің жоқтығына байланысты тек қай жерде болғандары мен кімдермен сөйлескендерін ғана беруге келіседі. Түскі ас үстінде Ева коллективтерінен өңдеу жұмыстарын жүргізген адамның Доминиканада болғанын, Артуроның ешкіммен ойнастық жасамағанын және жауларының жоқ екенін біледі. Жалғыз ғана проблема Артуроға ойнастық жасап жүрген Махи еді. Сондай-ақ Артуроны өлтірген адам ер адам еді. Махи шіркеуде Артуроны жерлеу рәсімінде керемет жан тебірентер сөз сөйлеп жатқанда, Ева Артуро өлтірілген күні Махиның жұмыста болмағанын біледі. Жолда келе жатқан Ева Артуроның 2 ай бұрын Махиге жазған хаттарын оқиды. Ол келіншекке түскі асты ғана бірге ішіп, ұйқыға кеткенше телефонға телміріп, демалыстарда өз жұмыстармен айналысып, оның қол көтергеніне шыдайтын ойы жоқ екенін айтқан еді. Детектив Махиның ата-анасының үйіне келеді. Олар қылмыскерді табасыздар деп үміттенеміз деп шын ниеттерін білдіреді. Махи Евамен сөйлесу үшін өз бөлмесіне алып келеді. Келіншек: Соня сіздерге Даниэль жайлы айтқанын естідім. Сіздерге айтпағаным іске қатысы бар деп ойламадым. Және осы ойнастығым үшін қатты ұяламын дейді. Ева: осы өмірде ойнастық жасап жүрген жалғыз сен емес. Бұл сенің өмірің дейді. Келіншек осыған дейін де Артуро екеуінің тойының алдында Андреас деген еркекпен ойнастық жасап, Артуро біліп қойып, үлкен ұрыс болғанын, екі отбасыда қызбен сөйлеспегенін айтады. Дегенмен жігіт қызды кешіріп, үйленіп, Валенсияға көшіп кеткен еді. Сол себепті дәл қазір жігіттің отбасы өзінің ойнастық жасағанын білгенін қаламайтынын айтады. Детектив ештеңеге уайымдама, туысқандарыңа айтпаймын деп уәде береді. Қылмыс болған түні Махи Даниэльмен бірге болғанын, ал Даниэль тіпті оның үйленгенін білмейтінін айтады. Не керек, детективтер енді оның ойнастарының телефондарын тыңдау керек екенін түсінеді. Осы күннен бастап олар Махи мен оның ойнастарының телефондарын тыңдайды. Ол жерде қыздың анасымен сөйлескенін, өзінің құрбысымен, жігіттермен болған төсектік қатынастарын тартылап жатқанын, сондай-ақ бірнеше жігітпен бір уақытта сөйлесіп жүргенін байқауға болады. Қылмыс болғаннан кейін 37-ші күні Махи өзінің тұрмыста болғанын және Артуроны біреулердің өлтіріп кеткенін Даниэльге айтады. Сондай-ақ екеуінің пәтер сатып алайын деп жатқанын естиміз. Ева қыздың кінәлі екеніне 100%-ға сенімді еді. Енді қыздың кімнің басын айналдырып, күйеуін өлтірткізуге итермелегенін білу ғана қалды. Детективтер қызды нимфоманка шығар деп болжайды. Бірақ Ева нимфоманкалар көрінген еркекпен кез келген жерде жыныстық қатынасқа түсіп, артынан осы ісі үшін қатты өкінетіндерін, ал Махиның ештеңеге өкінбейтінін айтады. Ева Махиның өзінің діншіл отбасыдан кету үшін тұрмыс құрғанын,
Ажасты деген атақ алғаннан жесір қалды деген атақ алғанның оңайырақ екенін айтады. Сондай-ақ қыздың ата-анасының христиандық отбасылық құндылықты бағалайтын сектада екенін біледі. Ева қызының мектебіне кету керек болып, қалған екі детектив тағы да қылмыс бұрған жерге келеді. Жолда келе жатқан Ева радиодан өзінің коллективі Бернарданың сол жерде қаза тапқанын естиді. Олар қылмыскердің жасырынып отқанын білмеген болатын. Енді Бернарданың орнына басқа бастық келеді. Ева оны жақтыра қоймайды. Артур өлтірілгеннен кейін 2 ай уақыт өткенде Еваға детектив ішке тез кел дейді. Олар Махинің қылмыс жайлы бір адаммен сөйлескенін біледі. Екеуі қылмыс жайлы жасырын түрде сөйлескен еді. Сальва өзінің полициядағы досына хабарласқанын айтады. Міне, осы кезден бастап біз Артуро мен Махинің үйленген күніне ораламыз. Тойда жігіттің ата-анасы ұлдарының ойнастық жасаған Махины кешіргеніне қатты наразы болады. Дегенмен екеуі өте бақытты көрінеді. Жас жұп Валенсияға өз пәтерлеріне көшіп келеді. Олар достарының үйіне кешкі асқа барып, қайтып келе жатқанда Махия Артуроға бір жерге барып қыдырмадық па дейді. Жігіт ішімдіктің тым қымбат екенін айтып, өздерінің ақшаны үнемдеу керек екенін айтады. 26-дағы Махияның қыдырғысы келеді. Келесі демалыс күндері Махия өзінің жұмыста болатынын айтады. Махия қарттар үйінде медбике болып жұмыс істейтін. Ол Андреаске үйдегі өңдеу жұмыстарынан шаршап жүргенін, сондай-ақ 2 ауысымда жұмыс істеудің оңай емес екенін айтады. Махия Сонямен түнгі клубқа келеді. Оған Андрес жазады. Соняға Артуро жазып жатыр деп Андреске келеді. Нәпсілерін қандырып болып үйіне қайтады. Келесі демалыста Артуроның ағасының ұлының туған күніне келеді. Махиге бұл жерде мүлдем қызық емес еді. Ол телефонмен Андреспен хат алмасып отырады. Қайтып келе жатқан Артуро қызға өзінің жұмыстасының көлік апатынан қайтыс болғанын және әйелінің сақтандырудың ақшасын алатынын, кішкене болсын көмек болатынын айтады. Түнгі клубта Махия Даниэль деген жігітті кездестіреді. Екеуі туалетте жақындасады. Артынан жігіттің үйіне келеді. Таңертең ұйқыдан тұрған қыз өз көзіне өзі сене алмайды. Өзі армандағандай қымбат аймақтағы пәтерде оянады. Бұл Даниэльдің пәтері еді. Үйге келген қызды Новельдаға ата-анасына кеткен Артуро күтіп алады. Ол қыздың түрін көріп, қайдан келдің дейді. Махия Соня жігітімен ұрысып қалып, оның көңілін аулау үшін клубқа барғанын айтады. Артуро Махияның Сонямен таныстыруын өтінеді. Махия өзінің 16 сағат жұмыс істеп шаршап жүргенін айтады. Артуро оны сағынғанын және сол үшін үйге ерте оралғанын жасырмайды. Келіншек күнінің сәтті өтуін тілеп, ұйықтап қалады. Махия Соня мен Даниэль жайлы сөйлесіп жатқанда, Даниэль Махияның жұмысына келеді. Ол қызды қымбат ресторанға келеді. Оған қымбат шарап пен іш киім сыйға тартады. Махия таң қалып, өз көзіне өзі сене алмайды. Не керек, осы кешті екеуі қайтадан бірге өткізеді. Үйге келген Махияны Артуро күтіп алады. Ол Махияны тіпті көрудің өзі мүмкін емес екенін айтады. Осы кезде Даниэльден хабарлама келіп, Артуро оны көреді. Келіншек телефонды алып туалетке кіріп кетеді. Екеуі қатты ұрсады. Артуро қыздың бұрынғы ісіне басқанын айтып, үйге қайта келмеуін сұрайды. Махия бұл үй екеуінікі екенін және өңдеу жұмыстарына барлық ақшаны төлеген өзі екенін айтады. Келіншек үйден кетпейтінін және ажыраспайтынын айтып, Артуроны шаштан тартып үйге кіргізіп, ашуланған өзі жұмысқа келеді. Өзінің ойнастарына күйеуімен енді тұра алмайтынын, өзін сабап, тиыш өмір сүргізбейтінін айтып жазады. Келіншек тіпті Артуроны мен үшін өлтіресің бе деп те сұрайды. Махия жұмыстасы Сальвадан хат алады. Көлікке отырып алып бірден оған келеді. Ол Махиямен бірге жұмыс істейтін жасы 40-тан асқан отбасылы еркек еді. Махия оған жылап Артуроның өзінің өлтіретінін айтып, қатты қорқатынын және өзінің өлгісі келетінін айтады. Сондай-ақ апаттан қайтыс болған Артуроның досы емес, дәл өзі болғанда ғой. Егер ол жоқ болса, менің проблемамның бәрі шешілген болар еді дейді. Сальва жас қызға өзінің әрқашан жанынан табылатынын айтады. Артынан онымен де жақындасып, үйіне қайтады. Артуро қайтыс болатын күнге 1 ай қалғанда, Махия Сальваға келіп, оның әйелінің бірге жұмыс істейтініне қарамастан, осы демалысты бірге өткізуін сұрайды. Сальва осы демалыста туыстармен кездесуі керек екенін айтады. Махия күйеуінің балық аулауға кететінін, сол себепті Сальвамен уақыт өткізгісі келетінін айтады.
Екеуінің бірге өткізген уақыттарын есіне алған Сальваның келіспеске амалы қалмайды. Екеуі бірге тамақтанып, жақсы уақыт өткізеді. Артынан Махи қайтадан Артуро жайлы әңгіме қозғап, өзінің Сальвамен бақытты болғысы келетінін, сол себепті күйеуін құрту керек екенін айтып, 28-не ол кешке 7-де жұмыстан келеді дейді. Артуро негізі көлікті далада қалдырады, бірақ дәл сол күні автотұраққа кіргізуге көндіремін деп парковканың кілтін Сальваға ұстатады. Сальва отбасымен уақыт өткізіп, ұлының 18 жас туған күнін тойлатады. Осы кезде оған Махи хабарласып, 5-ші күні жұмысын ауыстырғанын және бәрі біткеннен кейін белгі ретінде стасқа сурет қоюын өтінеді. Өзінің досымен кездескен Сальва Махи жайлы айтып, онымен жақсы уақыт өткізіп жүргенін, бұрын-соңды өзімен ешкімнің бұлай төсектік қатынаста болмағанын айтып мақтанады. Не керек, артынан жуынып, шайынып мотоциклмен Махиның үй жағына келеді. Алыстау жерге мотоциклді тастап автотұраққа келеді. Өзінің ойлаған ісін іске асырады. Артуроны 6 жерден пышақтап, киімдерін ауыстырып, қолдарын жуып, статусын өзгертеді. Махи екеуі кездесуге келісіп, келіншектің үйіне келіп, бәрінің біткенін айтады. Махи тоқтаусыз жылай береді. Екеуі құшақтасып жатып, бірнеше уақыт бір-бірімен кездеспей, тіпті телефонмен сөйлеспейтін болып келіседі. Дегенмен Сальва оған бір уақыттық телефон әкелген еді. Махи сен мені құтқардың деп рахметін жаудырады. Өзіне керегіне қол жеткізген келіншек Сальвадан қаша бастайды. Онымен сөйлеспей, тіпті кездесуден бас тартады. 2 ай уақыт өткеннен соң Сальва кездескісі келетінін айтады. Солай келіншектің еденін жөндеп беруге келіседі. Сальваға үйінің кілтін берген келіншек өзі тіпті үйде болмайды. Ол Сальваға хабарласып, өзінің компьютерінен бір құжаттың қажет екенін айтады. Компьютерді ашқан Сальва Даниэльден келген хаттарды оқи бастайды. Ол екеуінің Италияға қыдырып бара жатқанын біледі. Көңілі түскен Сальва Махиге екеуінің ара қатынасын үзуі керек екенін айтады. Мен саған болған жағдайды есіңе түсіретін шығармын дейді. Сондай-ақ өзінің полицияға хабарласқанын айтады. Міне, осы әңгімені детективтер тыңдап отырған болатын. Сальва қыздың басқа еркектермен ара қатынаста болғанын білетінін және полицияның Махиден күдіктенетінін айтады. Жаны шыққан келіншек мен сені жақсы көремін деп кездесейік дейді. Махи олар тергеуді тоқтатты деп ойлаған болатын. Махи Даниэль екеуінің ара қатынасын әдейі айтпағанын, себебі Сальва өз отбасымен бірге екенін айтады. Не керек, екеуі кездесіп сөйлесетін болады. Детективтер осы кафеге тыңдау құралдарын орнатып, Сальваның полициядағы досын табады. Солай әдейі Артуроның туыстарына Артуроны кім өлтіргенін нақты білетіндер жайлы жеткізеді. Махи Артуроның үйіне келіп, өзіне ақша керек екенін және пәтерді сатқысы келетінін айтады. Олар тергеудің әлі аяқталмағанын және олар қылмыскерді таппайынша сата алмайтындарын айтады. Махи тергеудің қашан бітетінін кім білсін дейді. Олар кімнің кінәлі екенін біледі деп жауап қатады. Қорқып кеткен Махи сыртқа шыға сала Сальваға хабарласады. Осы кезде оны анасы кездестіріп, үйге тамақ ішуге шақырады. Махи анасына жылап, Артуроны кім өлтіргенін білетінін және оның Сальва екенін айтады. Сальва өзінің артынан қалмай, қызғанғаны себепті солай жасағанын, бірақ өзінің осы іске тіпті қатысы жоқ екенін айтады. Артынан қайттан Сальваға хабарласып, полиция барлығын білетінін айтады. Сальва ештеңе уайымдама, олар ештеңе де білмейді. Білген жағдайда мені бөлімшеге шақырып тергеуге алған болар еді дейді. Міне, осы әңгіменің бәрін полиция тыңдап отырған еді. Енді детективтердің оларды тұтқындауға дәлелі бар еді. Екеуі кездесуге келгенде, полиция тыңдау құралдарын қойып қояды. Сальва кілттің менде екенін ешкімге айтпа. Сен ештеңе білмеймін деп айт. Бәрі жақсы болады дейді. Детективтер екеуін тұтқындауға қағаз алады. Олар сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдарын да шақырады. Таңертең ауруханаға келген детективтер Сальваны таппайды. Оның анасы ауруханаға түсіп, сол жерге кеткен болатын. Олар Сальваны асханада тамақ ішіп отырған жерінен алып кетеді. Сальва қарсыласпай өзі келеді. Махи таңертең Даниэльмен жұмысқа шығып бара жатқанда, полиция келіп оны алып кетеді. Бөлімшеде екеуінен 2 бөлек жауап алады. Сальва Махи ештеңе де білмейтінін және бәрін өзі жасағанын айтады. Еваның қателік жасап жатсын дегеніне қарамастан, бәрін өз мойнына алады.
Ал Махи болса Сальваның жиіркенішті екенін, одан қатты қорқатынын айтады. Дегенмен Ева оған бар шындықты айтуға мүмкіндік береді. Бірақ Махи ештеңені де мойнына алмайды. Солай Сальва түрмеге қамалады. Бірақ соңғы сот отырысында өзінің жауабын өзгертіп, Махи екеуінің бірге барлығын ұйымдастырғанын және келіншектің сұрауымен барлығын жасағанын айтады. Солай Сальва 17 жылға, ал Махи 22 жылға түрмеге қамалады. Міне, осымен біздің кино шолуымыз аяғына жетті. Өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздің пікіріңіз біз үшін өте маңызды. Және де лүпілдеріңізді аямаңыздар.